бастайық. Сайысымыздың кезеңі 6 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру, екінші кезең шын жүректен шаршау жоқ, соққашылардың сайысы, үшінші кезең қатесін тап, төртінші кезең мақал-мәтелдер сайысы, түпнұсқасын табу, бесінші кезең адасқан әріптер, алтыншы кезең өзге тілдің бәрін біліп, өз тіліңді құрметтеу. Бірінші кезең, бұл кезеңде әркім өз тобының атын, ұлан және мүшелерді таныстырады. Топтарымыздың аты ақпарат тобы. Ақпарат тобы. Жақсы, жарайсыздар, бір-бірден таныстырыңыз. Әкімбай Сержан, 5 оқушы. 5 келесі. Жұмадай Ақылбек, 5 оқушы. Кеңес Марған, 2 оқушы. Мағалып Сұлтан, Жұмағали Әділер. Жақсы, жарайсыздар. Мақсатымыз біліммен шықсын, тек жақсатымыз. Топтарымыз Пиксель тобы. Пиксель тобы. Жарайсыздар, енді жеке-жеке өздеріңіз таныстырыңыздар. Батырбек Әлембесасы. Жалғасын Батыр Пресасы. Ғани Саналаш Пресасы. Сайыстың әділдік бағасын беретін әділ қазыларымызбен таныстырайық. Мұхамедова Айнұр Жұмаханқызы. Ал енді балалар, бірінші кезең алғашқы айналым таныстыру, одан өттік. Екінші кезең шын жүректе шаршау жоқ дейді. Енді мына жерден топ басшылары келе қой, конверт ала қой. 2 конверт бар. Ақпарат. Ақпарат бұл жерде сұрақ берілген балалар. Әр топқа сұрақ қойылады. Сұрақтар дұрыс немесе бұрыстығына байланысты иә немесе жоқ деп жауап беру керек. Әр дұрыс жауап 10 ұпай беріледі екен. Әр топқа бір конверт берілді ғой жаңа. Дайындалайық, кішкене қарау жеректе. Мына жерде дайын сұрақтарға жауап берейік. Сұрақты оқимыз. Инскап программасы құрал санадар пайдаланып, векторлық кескіндерді салуға болады ма? Иә, бола ма? Иә или жоқ деген жауап бересіз. Қағазда мониторда, теледидар экранда кескінді құрайды, нүктелердің 2 өлшемді жиынтығы. Иә ма? Жоқ па? Жақсы, иә екен. Келесі ақпарат тобы. Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы ма? Иә ма, жоқ па? Дауыстап айтшы. Жақсы, иә. Отыра ғой. Иә деді ғой. Программасында мәтінді жазуға болады ма? Дауыстап? Иә. Жазуға болады екен. Жарайсыңдар. Нұрсұлтан, ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Иә ма, жоқ па? Бит қолданылады. Қолданылады, иә. Дауыстап айта ғой? Иә, жақсы, иә, Нұрсұлтан, жарайсың. Келесі, сандуғаш. Роботтардың бір жақсы қасиеті тез шаршайды. Дауыстап? Жоқ. Иә, жоқ. Дұрыс екен, сандуғаш. Келесі. Редакторда ластық кескіндерді Inkscape программасына векторлық суреттерді салып өңдеуді үйрендік. Иә, үйрендік. Жарайсыңдар. Марғұлан қода?
Келесі Кәусар. Парктар еш қисықтар және түзу қисықтары қолданылады. Пайытта безе қисықтары және түзу сызық құрал қолданылады. Иә. Иә ма? Ал басайық. Жоқ екен, Кәусар. Дұрыс емес екен. Барлық 7 символ, 7 бай, көбейту 8, тең 56 дейтін болады. Ал қарай, дұрыс екен. Paint редакторлар құралдармен оңай әрі әдемі сурет салып бояуға болады. Иә. Иә, деймін. Иә, жарайсың. Жүрсін, жазсын. Келесі. Гироскоп грек тілінен аударғанда ұшу қону деген сөз. Гироскоп грек тілінен аударғанда ұшу қону деген сөз дейді. Дұрыс па? Ойлан. Ал жасал. Не дедің? Иә ма жоқ па? Келесі. Инарап келе ғой. Аян сен шығып бедің. Келесін баса ғой. ASCII код америкалық ақпарат алмасудың стандартты коды болып табылады ма? ASCII код америкалық ақпарат алмасудың жақсы. Иә деді ғой. Жақсы. Инарат жарайсың. Не сағарайыз тұсын? Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын автоматтандырылған адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Иә. Жақсы, жарайсың ешім. Келесі 15-ші сұрақ. Мастерлік графиканың ең көп қолданылатын бірі уақыт мәтінді редактор. Дұрыс па? Ойлан. Жоқ. Жақсы, қарай, жоқ өткен. 16-ші сұрақ, соңғы сұрақ. Екі топқа 8 сұрақтан берілді ғой. Келесі, оқи ғой. Мастерлік графиканың ең көп қолданылатын программаның бірі Word мәтіндік редакторы. Иә, Word мәтіндік редакторы. Жоқ. Иә, жақсы, отыра ғой. Иә, сол айналып келе қойыпты. Келесі. Екінші кезең. Бұл жерде де топ басшылары 2 конверт ала қойын берген. Ақпарат тобы, пиксель тобы. Бұл жерде электрондық поштамен келген хатта вирус ақпаратты бүлдіріпті. Сіздердің мақсаттарыңыз бүлінген ақпаратты қалпына келтіру. Бұл жерде 30 балл беріледі. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, соны қарап, жөндеп айтып бере қойын топ басшылары. Дұрыс, біреуі дұрыс емес. Мен компьютермен жұмыс істегенді ұнатам. Компьютермен мәтін жазу үшін Word, Paint текстік редакторды пайдаланам. Сурет салу үшін сызғыш, өшіргіш құралдарын пайдаланам. Ал сурет салғым келсе Paint стандартын программасын салам. Ал жұмыстарымды принтерден шығарамын. Жақсы, жарайсың, Мағлан. Дұрыс, сұрағым. Мен компьютермен жұмыс істегенде міндетті түрде монитормен жүйелік блокты іске қосамын. Бірінші дұрыс. Перне тақтамен әріптерді теріп сурет шығару керек болса принтерді пайдаланамын. Компьютерге дайын мәтінді қолдан енгізген үшін сканерді қолданамын. Бірінші оққаным дұрыс, екінші оққаным дұрыс. Жақсы, аяғында, жарайсыңдар. Бұларға 30 алды ма? Иә.
түп нұсқасымен сәйкестендіру керек. Ұпай саны 15. Bu yerде 8 түрлі мақал бар, балалар. Соны табамыз. Біріншісін баса қой, ақпарат тобы. Компьютерде вирус өлтіреді, жадыны намыс өлтіреді, жалғасын тауып кәдімгі мақал айтуымыз керек. Қоянды Ол көтеріп айтыншы. қой әлемі жігітті қоянды намыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді. Вирустан қорыққан интернетке шықпас. Қорыққан егін екпес. Аша ғой. Мен сол. Келесі бай беттен құралады. Білмей жауап жоқ. Жақсы. Теңге тиыннан құралады екен жауабы. Келесі. Пиксель. Интернеттен үйрен, вирустан жирен. Жақсыдан ерен, жаманнан жирен. Жақсы, жарайсыз жүрсін. Келесі. Ақпарат. Күрсен, естен компьютерге кір. Күрсен. Жарайсың ені. Келесі. Пиксель сендерсіңдер ма? Антивирусты күштіні вирус алмайды. Досы күшті жау алмайды. Жарайсың. Роботтар адам ақылының жемісі. Қандай? Ойы адам ақылының жемісі. Жақсы көрейік. Жаңбыр жердің, бата ердің жемісі екен. Жақсы. Келесі. Пернені бастан ерінбей, толады құжат тіленбей. Апай мен айтайын. Айта ғой. Еңбек етсе еңбек қояды. Жақсы жарайсыңдар. Пиксель толық жарайсыңдар. Жақсы. Келесі. 5-ші кезең. Информатика. Бұл жерде информатикаға қатысты сөздер берілген. Осы адасқан әріптерді тауымыз керек. Алина айтады. Шифрлау. Шифрлауға айтасың. Мен жетон алу керек негізі ана. Келесі. Робототехника ясырайсың. Жақсы. Келесі пиксель. Робот ясырайсыңдар. Сендер. Дұрыс. Иә. Жауабын қарайық. Баса ғой. Иә, жауабын баса ғой. Векторлық дұрыс екен. Пиксель ба? Пиксель. Иә. Ақпарат. Ары қарай. Иә, растрлық. Графикалық. Иә, графикалық. Сендер. Ақпарат. Информатика. Информатика дұрыс, иә. Соңғы сұрақ. Пиксель. Ақпарат. Апай мен айтайын. Тастырлы. Айта ғой. Дыбысты ақпарат. Иә, дыбысты ақпарат жүрсін. Жарайсың. Енді бұл жерде 5 пайданы анерде жетонды. Белгілі отырсын ба, иә, жақсы. Келесі 6-ші кезең. 6-ші кезең. Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте, бұл сайыста осы тілінде сөйлемдеді. Сөйлемнің ішінде информатикадан термин сөз жасырылған. Сол сөзді тапқан командаға 50 ұпай берді. 4 сұрақ бар.
Сол сұрақтың ішінде тасмұқаны алауы. Ішінде информатикаға байланысты сөз бар. Әр сұрақта бір сөзден бар. Сөзді дұрыстап оқыңыз. Соның ішінде жасырылған сөз бар. Информатикаға қатысты Тек біреуіне ақпарат тобы дайынсыз ба? Сосын кіргізген қандай бар? Екінші сұрақ. По просьбе хозяина квартиры мне шкаф вынули в угол. Шкаф хозяйка сосын болды. Угол. Ал көрініш сұрағы. Потом они торжествовали долго и раздавался как дети. Төртінші сұрақта. Дети ма? Үш қол, төрт қол. Потом они торжествовали долго и радовались как дети. Река Днепр интересна тем, что на ней имеется несколько гидроэлектростанций. Не так тыңдап Гидроэлектростанций. Сендерден дұрыс жауап болған жоқ. Келесі утровой рахмет сіздерге. Пиксель тобы не айтасыңдар? Мөлдір. Сұрақ. Жақсы, онда жауабын сендерге айтайын. Бірінші сұрақта балалар модем деген сөз шығу керек екен. Комод ему дегенде, комод ему деген қараңшы. Модем деп жазылып тұр ма? Комод ему. Екінші, бұл жерде шкаф деген, мышка деген сөз шығу керек екен. Мышка. Қараңшы, әне. По просьбе хозяина квартиры мы шкаф сдвинули в угол деген жерде мышка деген сөз шығады. Қараң, әне. Сол сөзді сендерге табың дедім ғой, информатикаға байланысты. Үшінші сұрақта принтер деген сөз шығады. Река Днепра интересна тем, что на ней имеется несколько гидроэлектростанций деген жерде принтер деген сөз шығады екен. Қараң. Бұл жерде монитор деген сөз шығады. Потом они торжествовали для долго и радовались как дети. Монитор деген сөз шығады екен. Келесі сайыстарда енді өздеріңіз біліп жүресіздер ғой. Осындай сөздердің арасында ешқайсысы тапқан жоқ. Оларға 20 балл берілмейді жоқ. Келесі сайысымыздың соңғы бөлімі ғажайып алаң. Өзіміз білім алып, екінші үйімізде болып отырған 4-ші жалпы мектебіміздің болашағын қалай елестетесіздер. Соны жеке өздеріңіз тұрып айта қоясыздар. Жөндеріңізді жазып, бүгінгі сайыс сіздерге ұнады ма? Соны білім почтасынан жерге саламын. Апай, менің ойымша де мектеп жазамыз. Бірден айтайық өздеріңіздің ойларыңызды. Болашақта мектепте тоқтармен жабдықталған роботтар бар.